ыстық орындық, менікі суып қалсын деген. Сағын білім кетір. Аны қатықтыр. Мен жайлы білмейтін бір факт. Білеші Аға біз білмейтін. естігіміз кетір. Так. Барлығымыз папаға қарап отырмыз ғой. Ондай факт жоқ. Открытая книга. Негізі ашық адаммын мен. Негізі ашық адаммын деймін. Сонда да айту керек па? Айту керек, бірдеңе тауып. Ну, вообще, в целом көп адам білмейтін. Енді 5 балам бар екенін көбісі білмейді. Мен көп айта бермеймін. 5 баланың әкесі екенімді. Көп балалы әке. Сосын бір факт бар, айтпақшы. Ол көбісі білмейді. Осындайды айтсаңызшы, осы қызық қой бізге. Мен актерлықтан бұрын негізі әншілікке келгем. Сіз ғой. Мен группада ән айтқам. Қандай группада? Көп адам білмейді, Арлан деген. Да? Иә. Соңғы күлкілі видеоларына өтіп жүргені ма? Маған ана уәй деген жігіттікі өтеді. Ана кім еді атын ұмытып тұрмын. Ана жалғыз ойнайды ғой бәрін. Шәріп. Соның видеолары бір қызық. Бәрі түс сияқты болады ондай. Кейде настроением жоқ кезде, көңіл күйім жоқ кезде соны қараймын. Шош ойнатында. Жалғыз өзін сүрем бәрі. Өзіміздің кішкене немізді айтуға бола ма? Болады ғой, саған бәрі болады. Періштедегі бір кезім бар, бір баламен ұрысып қалдым да, саған көтің қышы деген. Бір баламен ағаңмен ғой. Ағаң болып ойнаған бала емес па? Ну, енді ол мен братан болып қалды ғой Ну, енді. енді. Браттан бұл. Маған атыраулық жігіттік видеолар өтеді маған. Мамасымен ба? Үндіс болады бір Жүрі біресе ендес, бәркәрі деп жалғыз өзі қанша персонажды ойнайды ғой? Түсінбеймін мен сені, қайда? Үндемедім, қасып белка лақтырдым, үндемедім. Ешкім де. Мен ұнады, бере басаған. Қойшы, мені таңдап атсың ба не? Мен өзімді черный списокқа тығар едім. Өткен, ондай болмай ма? ыстық орындық, менікі суып қалсын деген. Так, черный списокқа. Екеуі енді кеп жатыр киноға. Так, алтын шашты тығып жіберейін ба? Асек өзім ғой, Асек тығам. Түсінеді ол мені. Ренжімейді деп ойлаймын. Шығып кетші. Осы керек па сіздерге? Рояль бірінші кетеді ғой. Мен ба? Енді көпті көрген Асанаға аман қалады. Кім бірінші кетеді? Раяна кетеді. Өзі біліп тұр ғой. Семчик шафтар шығарып дегенде. Мама. Шын жауап берсем. Қызым, Ал? кім краш? Қызым деп. Қызым мен айтып Қызымнан бастап. Қызым сен де мен қызымсың. Алма кетті домалып, көше бойы сағалып, кімді шумаман табады, сол ойыннан шығады. Шықсаң шық, алманы табып шық, баба. Мен ба краш? Грамота бар ма? Краш деген. Берек. Армаш краш. Да, мен краш болдым. Папа да бар сияқты. Айтқысы келмей. Жоқ. Санығындай иненің жабырқаулы күйдемін, неге сонша сүйгенім жазығым еді. Болды. Сен үшін Сен мен үшін армансың,
жанды жаулап. Келесі. Мен деп қойшы, не ол? Green flag жақсы адам. Андай еді. Примерно. Green flag. Давай. Мағынасын білетіндерге қояды. Осы Red flag жақсы адам, иә? Green flag. Жоқ, green flag наоборот жақсы адам. Да? Red Сондай flag. ма? Green flag Red жақсы адам. flag қаталдау. Иә. Онда меніңше папа. Green flag. Green flag Астанаға деп ойлаймын. Red flag Арман ғой. Қызық болсын. Вообще, да. Басқа жоқ екен адам таңдайды. Жоқ, кинодағы мен де айта берейік та. Иә, жалпы. Кинода 38-де green flag мен red flag армыш па? Иә. Болды ғой, сөйтіп ақылдасыш. Иә. Не болды? Арман бір сахнада қатты қиналған. Сен айтты сосын, сен айтты. Осыны айтыңдар. Бірақ ол кірмейді. Біз шықты дейік. Біз шықты дейік, екеуің айтыңдар сол. Ол бірақ ол кірмейді ол фильмде. Соны бір тағы көрсетіп жіберсең де. Оның алды, короче, ол деген дайынсың ба, қазір. Жүргенше. Сосын, не ғой, қазір түсіреміз дегенде. Сценарийде жоқ қондай деп. Анау деген кәдімгі ана жерде тілдеп жүр ғой. Оның алдында өкінішке қалам. Бірақ ол кинода жоқ, өкінішке қарай. Қалай дайынсың ба деп өзі дайын болмады. Сол бір Негізі дайындалатын нәрсе емес қой. негіз дайындалатын нәрсе Бірақ сен дайындалып жүрсің. бәрімізге тоқтасақ та. 10 миллион деген аз емес қой. Сендерге қиын шығар енді. Сізге оңай ғой. Райса. Ан жаққа айт. Раяна 10 миллион дейді. 10 миллион бере салады. 10 миллион. Отказ атмен Болмайтын болды, болмайтын. керек емес ондай проект десең. Қанша миллион? Ешқандай дұрыс, молодец. Сол сұрақ Қанша миллион берсе де Раяна шашын алмайды. бірақ біз аламыз. Біз аламыз. Қанша берсе? 10 миллионнан жоғары шығар ол жаңа. 10 миллион төмен қарайды. Оны енді келген кезде көре жатырмыз. Асет, мен сені жақсы көремін, бірақ сен Джеки Чан бар да, ол екінші неге керек емес сияқты. Бірақ, блин, ладно. Өзіңді алып тастау болмайды, мен де түстім. Джеки Чан, ничего себе. Болды, мен алып тастады десең. Мен Дирабасаған алып. Иә, мен алып тастадым. Бәрісін жақтырмайды тұрсың. Бір Джеки Чан екеуміздің бір неге қазанға сыймайды ғой басы. Екі мықты бір жерде жүрген бір проект, иә. Екі мықты бір проектте болған дұрыс емес. Сол ғой. Алдыңдар ғой, бір нәрсе болып қойды. Қойш. Мен жалпы не конфликтпін негізі. Блин, төбелесіп қалған. Төбелеспесе де ерегесіп қалған. Жалпы съемкада Жоқ, площадкада боқтасқан кездер болды. Жоқ, болған жоқ. Төбелескен болған жоқ, бірақ жұрт төбелесіп қалды деп ойлаған бір жағдай болды. Дастан Оразбековпен. Мен артына ол менің қызыма тиісіп жатады. Бір сериалда бірге түскенбіз. Ол иығын бүйтіп алып қолымды алам дейді да, сосын қағып жүрген кезде жағымнан несі шынтағы тиіп кетті. И келесі дубльда екеуміз жақыннан жер тар сахнаның несінде ғой, за кулисім ғой. И одан кейін ол маған қараған кезде мен ұруым керек. И мен ұрған кезде жағына тиіп кетеді ғой оның да. И екі ортада жаңа актерлар мен әншілердің арасында сондай потасовка болып жатыр деген бір әңгіме болып кеткен. Бірақ ол андай бір әдейі ұрған емес. Солай болып қалған бір жағдай болды. Былай төбелесіп көрмеппін. Қай сериал екен? В озереда. И оның сахнасы да бар. Прям сылқ еткізіп. Ол мені бір ұрды, мен оны бір ұрдым. Дастан Сатпаев. Сол кеше жаңалық болған бәрімізге. Сатради. Дастан Сатпаевтың. Мен Димаштың фанатымын. Мен өз өзімнің фанатымын десеңші. Аль Пачиномен сөйлескім келеді. Просто бір отырып, чисто по душам.
Ондай ма? Сен кіммен сөйлессің дейсің? Айтшы. Сендер бер жақта қалып қалыпсыңдар ғой. Иә, потому что андай. Сәл шықсаңдаршы ар жаққа қарай. Отечество болып қалды да. Мен Мэрил Стриптің фанатымын. Вот сол кісімен мен тілдескім келеді. мен онда Джейсон Мамоумен сөйлескім келеді. И мен түсімде ол кісімен кездесіп жүрмін, прикинь. Әсек, Дастан Сатпаев деші. Қайтпасың. Соңына дейін. Дастан Сатпаев деп қой. Джеки Чан ғой. Ну, Джеки, да, легенда ғой. Құрметті көрермен, 3 қыркүйектен бастап 38 атты фильміміз барлық Қазақстанның кинотеатрларында көрсетіледі. Көруге шақырамыз. Келіңіздер.